оқушылар, біз бүгін еңбек ерлікке бастайды жобасы бойынша еңбек ардагері атамыздың үйіне келіп отырмыз. Атамызды алдағы келе жатқан 1 қазан-Халықаралық қарттар мерекесімен құттықтай отырып, дайындаған мерекелік іс-шарамызды орындаймыз. Атамыздың қал жағдайын сұрап, көңіл күйін көтеріп, шаттыққа бөлейік. Адам болып күнге шу қиынмаған, өзіңе арқа тұтып сүйенбесең. Сен менің сүйегіммен қанымдасың, жанымдасың, ұятым арымдасың. Саған деген махаббат дамылдасын, тек сен топырағың жамылғасын. Сол ардагерге осы оқушыларды әңгімесін тыңдасын, тәрбиесін алсын, сіздерге адам көрсін. Жастарға үлгі ретінде естісіңдер, сол мақсатты алдағы қазан қарттар мерекесіне орай сізді құттықтаумен келіп отырмыз. Рахмет, көп жасаң ата. Жасыңыз жас болсын берсін. Елді көркі бата демекші, бата берсеңіз. Өмір жасарың ұзақ болсын. Әр уақытта бақытты болғандар, өсіп өліңдер. Еліміз тыныш болсын, жастар алаңдасаңдар.